Баршаңызға сәлем достар. Алда келе жатқан ғашықтар күніне арнап, өз жұбымызға өз қолымыздың осындай әдемі естелік болып қалатын фото-брелок жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеп, мені қолдап қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: өзіміздің 12 штук суретімізді көлемі бірдей етіп бір параққа шығарып аламыз. Осылай барлығын бір параққа майда суреттер етіп, бізге кожаный материал, қайшы, сызғыш, канцелярский нож және брелокқа тағатын кольцолар, кнопка және ыстық клей қажет болады. Суретіміздің барлығын бірдей размерде қиып аламыз. Ең алдымен бір суретімізді қиып, қалғанын сол сурет бойынша өлшеп, барлығын бірдей етіп қиып алатын боламыз. Міне осылай бір-бірінің үстіне қойып, барлығын бірдей етіп қиып аласыздар. Міне мен барлығын қиып дайындап алдым. Енді өзіңіз қалағандай етіп, бірінен соң бірін орналастырып аласыз. Және екеуін теңде екі бөлікке барлық суретті бүктеп, өз қалауыңызша бірінен соң бірін орналастырып алатын боламыз. Мен міне осылай бүктеп бәрін орналастырып қойдым. Енді екі суретті біріктіріп, ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Одан кейінгі үшінші суретті тағы, төртінші суретті тағы бір-бірінің артына жалғап, ыстық клей арқылы жабыстырып алатын боламыз. Осылай барлығын клеймен жабыстырып аламыз. Міне мен жабыстырып алдым, сонда менде осындай кітап тәріздес сурет пайда болды. Енді кожаный материалды аламыз. Суретіміздің көлемін өлшеп алып, кішкене артық қалдырып, осындай ұзынша материал қиып алдым. Енді суреттің астында қалу үшін кнопканың бір бетін кішкене материалды тесіп жіберіп, ыстық клейді тамызып жіберіп, болмаса кнопканың өз тесіктеріне жіппен тігіп алсаңыздар болады. Кнопканың бір бетін осылай мен ыстық клей арқылы матаны кішкене тесіп жіберіп, жабыстырып алдым. Бұл кнопкамыздың бір ғана беті. Қолда не бар, ілгек болса ілгекті тігуге болады. Менде кнопка болған соң кнопка жабыстырдым. Осылай суретімізді ең алдыңғы бетін жабыстырып аламыз, ыстық клей арқылы. Мықтап жабыстырып алдық. Енді кішкене кожаный материалдан осындай ұзынша қиып алып, брелогымыздың ұстататын жерін кітапшамыздың артқы бөлігіне жабыстырып жіберетін боламыз. Енді оны кітапшаның бүктелген жеріне жабыстырамыз және суреттің соңғы бөлігіне материалдың екінші бөлігін кітап тәріздес етіп, былай жабыстыратын боламыз. Міне оралатындай ұзындықта қалдыратын боласыздар. Енді кнопканың екінші бетін екінші жабылатын жеріне дейін әкеліп тігіп жіберсеңіздер болады. Екінші бетін мына бетіне тігіп жібересіздер ине жіп арқылы, болмаса жилка арқылы тігіп жіберсеңіздер болады. Және оның тігілген жабу үшін кішкене материалды дөңгелек етіп қиып жабыстырып жіберетін боласыздар. Енді брелокқа арналған кольцомызды алып, бағанағы орналастырған кішкене материалға шалғайтын боламыз.
міне осылай ашылғанда осылай көрінетін болады. Сурет міндетті түрде тікесінен тұрған болуы міндетті емес. Міне осындай әдемі бізде брелок шықты. Өз жұптарыңызға жасап, өз қолдарыңызбен қуантып қойыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видеомды бағалап, каналыма тіркеліп қойыңыздар.